Талдықорған қаласының әкімі республикалық спорттық жарыстардың жеңімпаздарымен жүздесті. Жалпы осы жыл жетісу спортшылар үшін жемісті жыл болмақ. Өткен 4-5 айдың ішінде жерлестеріміз байрақты бәсекелерде жоғары нәтиже көрсеткен. Мәселен, нөмірі 25 орта мектептің кіші топтағы баскетболшылары республикалық алтын доп жарысында бірінші орынды жеңіп алды. Ал нөмірі 11 мектептің үлкен тобы бұл сайыста 3-ші орынға тұрақтаған. Еркін күрес шеберлері де құр алақан емес. Ел біріншілігінде Ақпар Құрбанов Қазақстан чемпион атанса, Еламан Қадырсейіт 3-ші орынды иеленген. Жалпы Алматы облысында спорттың барлық түрін дамыту бағытында үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Кездесу барысында аймақтағы спорттық базалардың жай-күйі мен алдағы мақсат міндеттерді айтылды. Жиын соңында қала әкімі спортшыларға ризашылығын білдіріп, алдағы жарыстарына сәттілік тіледі. Спортқа қатысып жүргелі 1-2 жыл болып қалды. Ең бірінші рет осы Әсет ағайға келдік. Сол кісі бізді тренировать етті. Сол кісіде жаттықтық және оған ризамыз. Қалалық әкіммен кездескенімізге біз өте қуаныштымыз. Сол кісіге көп рахмет. Осы спортқа деген көп көңіл бөліп жатыр. Оның үстіне мына бүгінгі өтіп жатқан мектеп лигасы алтын доп турнирлері бұл мектепке деген жоғары жаққа шығуға үлкен мүмкіндік ашады. Енді Астанада бүкіл әрбір облыстың ең мықты үздік командалары келді. Оңай болған жоқ.